Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын чак-чактың рецептісімен бөлісемін. Өте жұмсақ әрі аузыңызға салған кезде еріп кететін болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен жұмыртқаны осылай шағып аламыз және де шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Миксердің көмегімен араластырсаңыздар да болады, немесе венчик, немесе шанышқымен араластыра бересіз. Енді осылай ұн саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Және бір шай қасық ас содасы немесе разрыхитель салсаңыздар болады. Мен разрыхитель салдым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бірден илеп тастамаңыздар. Осылай қасықтың немесе шанышқының көмегімен осылай араластырып аламыз. Бәрін бірден салып жіберсеңіздер, ұныңыз бірікпей қалуы мүмкін. Мінекей осылай жақсылап араластырып, тағы да аз мөлшерде ұн салып, өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр едейміз. Енді 5-10 минут тындырып қоямыз, немесе бірден жая берсеңіздер де болады. Осылай қолымыздың көмегімен дөңгелектеп жайып аламыз. Содан соң оқтаудың көмегімен қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес қамырды жайып аламыз. Қазір көрсететін боламын, қандай бағытта болғанын қамырымыздың. Осылай жақсылап жайып аламыз. Мінекей менің қамырым осылай болып шықты. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес. Енді осылай кеспе тәрізді қылып кесіп аламын. Сіздер өздеріңіз ыңғайлыңызға қарай кесіп алсаңыздар болады. Біреулер 4 бұрышты қылып кесіп жатады. Мен осылай кеспе тәрізді қылып кесіп алдым. Достар, менің каналымда алғашқы рет болып тұрсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Қолжетімді рецепттер көп. Мен осылай мінекей кеспе тәрізді қылып кесіп алдым. Сіздер өздеріңіз қалағандай кәдімгі пышақпен де кесе берсеңіздер болады. Мінекей мен кесіп болдым. Енді қызып тұрған майымызға осылай жақсылап қызартып қуырып аламыз. Мен қатты қызартып пісіргенді жақсы көремін. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Содан соң ішіне бал менен қант араластырып, сироп жасап қоссаңыздар да болады, немесе осылай дайын сгущенканы пайдалансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Шынымен де жасап көріңіздер. Алдағы уақытта тағы бал менен жасалатын сиропты да көрсетемін. Міне енді осылай жақсылап араластырып алып, ішіне мак немесе күнжіт салсаңыздар да болады. Әдемілеп тарелкаге осылай сәндеп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.